Түркістан екі дүние есігі ғой. Түркістан ер түріктің бесігі ғой. Тамаша Түркістандай. 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 Жарайды, рахмет, бара ғой орныңа. Орныңа бара ғой. Бәрекелді, бірінші А сынып оқушысы Мұхаммедали Абзалға қошемет көрсетейік. Ал енді үлкен өмірге қадам басып жатқан мектебіміздің түлектерін қарсы алайық. Арсен мен Досжан қайда? Алдос екен тілек айтшыр. Не деймін? Алда ұбыты. Содан 120 бал алайық. Енді мектеп бітіріп жатырық берса. Енді армандаған оқу орнымызға түсіп кетейік, Әрине. Ал ағайлар, сіздерге отдельно рахмет. Білім бергеніңіз үшін, тәрбие бергендеріңіз үшін. Осы сіздердің арқаларыңызда біздің Арсен екеуміз Алматыға оқуға түсейін деп жатырық. Құдай родной. Жігіттерсіңдер, бір нәрсені біліп алыңдар. Ең достойный түлек сендерсіңдер. Сол үшін ақ қойып. Қой кет. До конца. Жігіттер, бандаш бет, ұят болды, линейкеріңе бандар бар. Жағай бармақ қойқыш, дым қызық емес. Постоянно А классың баласы, бірінші класстағы қызды отырып жатып, қоңырау дейсіз. Дым қызық емес. Маған пох, биыл біз соғамыз. Ендеше соңғы қоңырауды соғу үшін 11-ші А сыныбының үлгілі оқушысы Қожабеков Али мен 1-ші А сынып оқушысы Өсербаева Торғынды ортаға шақырамыз. Осымен соңғы қоңырауымыз соғылды. Бопты деш, мен түспесем түспедім Алматыға. Главный, сен түстің ғой. Сен маған точно ренжіп жатқан жоқсың ба достым? Қышық айкабас жоқ дедім ғой. Главный, бізді ұмытып кетпесең болды. Құмаш Тосик, қайдағы сені ұмытқан? Жиі кеп тұрам ғой? Бірақ, келесі жыл мен де түсем ғой Алматыға, Күтіп алатын шығарсың, Әрине, уже Алматыда бір үйім бар деп ойлай берсейші, Тосик. Тоқта, қас келем, Досик, мынаны мен келгенше сақтап қойшы. Не бұл? Бұл менің Түркістанда өткен бүкіл балалық шағым. Өзім бірге алып кетейін десем, көшіп-қонып жүреміз, сәл қорқамын да жолда. Смело, Арсен, балам, кеттік. Қаз, мам. Болды. Сол, Досик. Енді сағынам сен. Сағынам ғой. Жолыңа қама. Жарайсың. Біз сенімен мақтанамыз. Я, сенімен. Сурет кетті. Арсений Жуманович, поздравляю вас с очередным успешным делом. Рахмет. Судя по данным документам, в частности, по договору купли-продажи, на которых ваша подпись, строительная компания оплатила вам деньги за дом и земельный участок в полном размере. Енді біз қайдан білейік? Бізге қол қойыңдар. Ақшаны сосын төлейміз деген соң қол қойдық. По-моему, это
Абсурд какой-то. Қандай абсурд? Қандай абсурд? Тишина в суде. А эти люди, которые якобы считают себя пострадавшими, хотят очернить репутацию моего клиента. Человека, который обеспечивал многие семьи жильем, принимал активное участие в общественной деятельности и, конечно же, уделял особое внимание благотворительности. Особенно в городе Туркестан. Я считаю, что этим людям верить незачем, когда есть подтверждающие документы. Суд признает строительную компанию «Джей-Строй» невиновной. Бас аман болсын. Давай, денсаулық үшін алып қой. Ты мне знаешь, что скажи? А этот, ну и туркестанцы, они завтра опять вонять не будут? Еще как будут. А ты откуда знаешь? Бәке, өзім Түркістандікімін ғой. А тебе что, своих не жалко? Свои, не свои. Если честно, ол кездерді есіме де алғым келмейді. Я стал человеком именно здесь, в Алмате. Между прочим, сіз сияқты адамдардың арқасында. Ты смотри, какой ты страшный человек, а? Какой циничный. Но это слова истинного профессионала. Давай, за тебя. Бәке, қоштаспаймыз, на связи. Все, обязательно. Давай. На закате я увижу. Бұл шешесі Алматыдан таксаут етпейм. Балам жарығым, ояндың ба? Сіз кімсіз? Сен мені танымай тұрсың ба? Мен сенің мамаңмын ғой. Кешіріңіз, танымадым. Повторяю еще раз. Кости все целые, пациент совершенно здоров. Однако из-за легкого удара пациент потерял память. Насколько нам известно, в мире такие случаи бывали, и пациенты не раз все вспоминали. Но для этого необходимо воссоздать картины из прошлого. Так сказать, помочь пациенту все вспомнить. Детство Арсена прошло в городе Туркестане. Если это действительно поможет, мы поедем. Нет, ни в коем случае. Как раз-таки вы туда ехать не должны. Надо, чтобы он поехал один. Так мы ускорим процесс выздоровления, чтобы все вспомнить. Как один? Как мы его одного отпустим? Ну, во-первых, он не парализован. Он дееспособный, нормальный человек. А во-вторых, может быть, у него там есть родственники, одноклассники, друзья, в конце концов. Арсеннің класстас досы Досжанды танитын бе едің? Қай Досжан? Алғаш Досжан ба? Ол жағын білмеймін. Маған срочно соның телефонын тауып берші. Анау қаңғыбас Досжан бар емес па? Соның номері керек болды ғой. Қайсана, қатын жоқ жұрттың бәріне қарыз Досжан ба? Дәл өзі. Ой, жоқ, вообще номер жоқ, біз таныс емеспіз ғой онша. Оның не үшін керек еді номер сізге? Алматыдағы Арсен класстасы бар ғой, соның мамасы сұраған еді. Жарайды жоқ болса. Сау болыңыз. Что-то? Сен Арсен мамасы іздеп жатыр ғой. Арсен? Класстасым Арсен ба? Ну-ка, берші ана звондаған номерді. Аэропорттың алдынан Досжан сені күтіп алады. Танымайтын адамдардың соңынан еріп кетіп жүрме. Өзгердің не жаңа өмір бастады. Берілмей мұңлы күйгі, көңіл көтер жастарым. Өмір деген қасқағы, өтіп кетер дастаны. Бастысы достарым ба, менің бақ жамыным.
ешек бас. Маған айтып тұрсыз ба? Сен не шынымен инвалид болып қалғансың ба не? А? Досжан дегенсіз ғой. Сіздің не, далбан? Танымай қалдың ба мені? Опа! Не істеп жатсың, жындысың ба? Адамдар қарап тұр. Городской болып кеттің ба не? Кетші ба? Қойсайшы болды, бұл не кішкентай бала құсап. Не болды танымай? Жарайды. Бәрі басынан. Менің есімім Досжан. Сіздің жан досыңыз болам. 11 жыл бірге сізбен мектепте оқыдық. Бір партада отырдық. Бір нанды бөлісіп жедік. Бір қызды, оны кейінірек білетін боласыз. Жалпы сіздің жағдайыңызды білем. Бұдан былай осы қалада қасыңызда мен боламын. Ендеше терапияға кірісейік. Мәрхамет. Сөйтіп айтады деп ойладың бәле? Болды ғой. Жарайды, кетіп жүр. Мына машина қалай? Тема, біздікі қан жақта жүр. Арғы бетіне отыр. Ал әпше қалайсыз? Күтіп алдым, қасында отыр. Уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады. Если что, хабарласам. Жалпы аты жөніңді, жасыңды білесің бе? Білем ғой, жазылып тұр ғой документте. Иә. Сонда дам есіңде жоқ па сенің? Даже маманы да ұмытып болдым. Мамаңды қойшы, мен ше. Мен есіңдемін ба? Досыңмын ғой. Ештеңе есімде жоқ, айтып тұрмын ғой. Таза мяу бас болып қалған екенсің ғой. Негізі сен маған 500 мың теңге қарсың, білесің ба? Ол есіңде жоқ шығар, жай айтып қойын деген. Жоқ, қазір қайтарудың қажет жоқ. Кейін ақша болғанда қайтара бересің ғой. Қала әдемі сияқты ғой. Бұл қаланың кіреберісі ғана. Сен ішін көрген жоқсың. Қазір көресің. Қазір ана ешек бас миыңды қалпына келтіру үшін базардың шашлығын жейміз. Шашлығымыз бар, келіңіздер. Шашлық бар. Міне, базардың шашлығы қалада номер 1. Давай, отыр. Әпше, шашлық беріңші. Шашлық келеді, көресің. Қара. Қандай, Басқа жерге барып тамақ ішуге болмайтын деді. Ешек бас, кезінде осы жерге келіп шашлық жеу арман тұғын, білесің ба? Қара, міндетті түрде үстінен уксуспен себесің. Одан кейін обязательно буханка нан болу керек. Біреуін үзесің. Сарт алдың. Қолыңа сарт етіп алып алдың. Үстіне пияз себесің. И А че не, бұрын осындай жерлерден тамақ іштік па біз? Сен қата біреуін жеп көрші, одан кейін сөйлесеміз. Көрейік. Сен таза шашлық бас екенсің ғой? Бәрі жеп қойдың. Түсті ма есіңе бірдеңе? Ештеңе есіме түскен жоқ, бірақ шашлықтар мощный екен. Енді бұл базардың шашлығы ғой. Кезінде біз базар постоянно аралайтын ек. Все, жігіттер, келіскенде ғой, давай.
соларды бар ғой, қуып кеткенбіз ғой. Солай шайыр кетіп кеткенмін мен. Ей, на то пошло, базарды біз ұстағанбыз деймін ба? Бақа! Гоша! Ассалаумағалейкум! Қалайсыңдар? Дала дарындары, дала ақындары, классиктер оттай лапылдады. Бұл революция, Орта Азияда миятта қиялы қазақтар. Салам алейкум, мафия. Қарсы ал дайынсың ба, ақындары тыңдауға, құлақ сал дала дарындары әнші қолда. Сұравағын тыңдауда, басын дегенге жауға, өйткені өзге халық дәстүрін жалдауда. Бұлында қоштаспаймыз. Тожик, кешке жолғамыз. Кешке ресторанда. Кешке ресторанда номер бар. Отырыс жалғастырамыз. Номер бар. Бар хабарласам. Кешке көріскенше. Давай, жақсы. Жақсы. Кешке мыналармен тағы отырайын деп тұрып па? Жоқ, ей! Бұл стандартный түркістанский қоштасу ғой. Неге қуып тұрсыз? Шаршадым. Гостиницаға апарып тасташы. Қандай гостиница? Досың тұрғанда қандай гостиница? Есіңде болсын. Қонақ жайлықтан қазақтар екінші орында, бірінші орында білесің ба кім? Кім? Түркістандықтар. Поэтому гостиница, пастиницаны ұмытасың, мен үйіме барамыз. Сен үйің ыңғайлы ма жалпы? Ой, бля! Жүр. Қайда? Жүр. Қазір мен саған көрсетем қонақ жайлық. Келдік па? Үйді көріп тұрсың ба? Иә. Тема, Иә. Біздің үй мына жақта. Так. Кіре бер, яқа. Так. Үй осы. Айтпашы, қайда жатасың? Диванға жатасың ба, жерге жатасың ба? Жерге жатам. Жоқ, сен қонақсың. Поэтому диванға мен жатам, сен жерге жат. Мақым? Дұрыс ғой, мен жерге жатам деп тұрмын. Санаспа, мен қонақпын. Сен жерге жатасың, мен диванға жатам. Түсіндің ба? Боп, сен айтқаның болсын, кеттік. Диванға мен жатам. Жоқ. Екеуміз де жерге жатамыз. Кеттік. Арсен? Сен есіңе бірдеңе түсті ма? Ладно, ұйықтап ал. Ертең усиленный терапия жасаймыз. Сен гостиницада тоқтадым дедің ғой? Походу, со жаққа көшеміз скоро. И Алла тыныштық берсін. Алай, серия қызық па? Ары қарай не болады деп отырсыздар ма? Ары қарай не болатын білгілеріңіз келсе, сілтеме бойынша өтіп келесі серияны көріңіздер. Қызық болады. Жаным